жалпы стандартта көрсетіледі, оқушының бойына адами құндылықты дарыту керек деп. Алдында республиканский семинар болды ғой, мысалы бүкіл аумақтардан Қазақстанның әрбір түкпір-түкпірінен мұғалімдер келді. Енді олар айтады, математика дегенде ол мысалы адамдардың көзіне тек қана сан, жаңағы есептеу, амалдар, қосу, көбейту, сондай бір нәрселерді жүйелі түрде ол алгоритмі сондай да, бірақ оны оқытып тұрып оқушыға қандай құндылықтар дарытуға болады. Бұл әдебиет емес, Қазақстан тарихы емес, тарих арқылы бір батырдың ерлігін, мысалы сабақтың барысында дәріптеу арқылы оқушының бойына ерлік ұғымын, табандылық ұғымын қалыптастыруға болады да, әдебиетті оқып отырып, баланың бойына бір шығармашылық кейіпкердің көмегімен немесе жаңағы әдеби шығарманың арқасында дейікші, оқушының бойына бір құндылықты дарытуға болады да, оны сабақ мақсатымен кіріктіруге болады. Ал математика дегенде жаңағы мұғалім ойлауы мүмкін да, бүгінгі сабақ жай бөлшектерге амалдарды қолдану, бірақ қалай оқушыға адами құндылықты дарытуға болады деген сұрақ туындайды. Сол кезде мысалы жай ғана көбейтуді, бөлуді бір амал ретінде емес, ол адамның іс-әрекеті арқылы түсіндірсе, мысалы бір санды 10-ға, 100-ге, 1000-ға көбейткен кезде жай бөлшектің бүтіндері артады деген кезде, ол жаңағы сіз біреуге жақсылық жасасаңыз, біреуге қамқорлық көрсете білсеңіз, адамгершілік танытатын болсаңыз, сіздің де былайша айтқанда дәрежеңіз, адами неңіз бір табан болса да жоғарылайды дегенді балаға солай ұғындыруға болады да. Ал бөлуді көрсеткен кезде, мысалы бөлген кезде жай бөлшектің, ондық бөлшектің бүтіндері кішірейе бастайды. Сонда қараңыз, өмірде бөліну, жамандық жасау, ол бәрібір де саған қазір көрінбей тұрса да, бірақ болашақта ол сенің өзіңнің өміріңе тұлға ретінде саған әсері бар деген сияқты түсіндірумен көрсетемін. Бірінші сыныптан мен өзімнің ұстазым бар ғой, сол кісіге қарап мен армандаған нем да, бұл бәрі мен даже мазақ ететін, 2012-де бітірген кезде, ол кезде өте мамандықтар, технологиялық мамандықтар не болды, актуалды болды да, жаңағы IT жүйелер, ақпараттық жүйелер, автоматтандыру, басқару деген сияқты, стандарттау, сертификаттау, сондай мамандықтар болды. Бірақ бәрі айтатын, Гүлбақыт, не үшін сен жаңағы математиканың мұғалімі болғың келеді, бұл деген самый не ғой, жаңағыдай жаман жұмыс қой, неблагодарный деген сияқты қылып айтатын да. Сен қанша істеп жатсың, бірақ мен білмеймін, мен оқытуды, мен сол бала кезімнен жақсы көретін, баланы оқытуды, сол мектепте жүрген кезде, даже жаңағы мұғалімдер кейде орындарына қойып кетеді ғой, сен мұғалім бола тұршы деп, менде сол кезде мен математиканы түсіндіргенде балалар айтатын, Гүлбақыт, сен мұғалім болшы, өтініш, ертең саған біз балаларымызды арып оқытамыз. Өйткені математика деген нәрсе ауылдық жерлерде ол жетіспейді, маман жетіспейді. Жаңа сол кезде оларға оны мен жүйелі түрде түсіндірген кезде балалар айтатын, ертең саған біз баламызды береміз, өтініш мұғалім болшы деп, кейде даже мен стористарына белгілеп жатады, бұл мұғалім жаңағы менің сыныбымда бірге оқығанбыз екенбіз. Сол кезде жүйелі түсіндіретін сабақты, қазір қандай күшті мұғалім болдың екен деп солай жаңағы стористерінде белгілейді. Менің бала кездегі арманым былайша айтқан кезде. Барлық пәнге бейім болдым. Негізі химияны да жақсы көрдім, биологияны да жақсы көрдім. Барлық пәнді жақсы көрдім, бірақ 9-шы сыныпта мен ерекше осы пәнге жаңағыдай көңілімді бөлдім. Өйткені ол жерде бір жүйелік бар, тазалық бар, адамның ойын тазалайды. Сосын кейін жаңағы бұл математиканы меңгеру арқылы, былайша айтқанда, мен өзі түсіндім, мен өмірімді жеңілдететінді түсіндім. Мен тәртіпке, алгоритмге жүйелеп жұмыс жасаймын. Ол өйткені математикадан берілген маған қасиетті. Соның арқасында мен көп жетістіктерге, былайша айтқанда, жеттім. Грант ұтып алдым. Одан кейін мысалы бакалаврды оқып жүрген кезде де мен үздікке аяқтадым. Мысалы, неге үздікке аяқтадым? Өйткені мысалы қараңызшы, мен мақтанғаным емес, бірақ мысалы 100 студент бар, 100 студенттен 40-ымыз біз мысалы математика білімді оқимыз да, и барлығымыз стипендиядан құлайды да. Анау неден келген, даже айтайын, физмат школадан келген мықты балалар болады ғой. Олардың да өзі жаңағы ұшып кетеді матанализден, құлатып тастайды мұғалім. Ал ішінде сонда бір 3-ақ студент қаламыз да, ішінде жаңағы ауылдан келген, қарапайым ауылдан шыққан, өзі оқыған, жүйелі оқуды дағдыланған мен қаламын да. Сосын мен мамамдар айтады, сен қалай аналардың ішінде, сен қалай қалдың, сен хотя жаңағы неден келген, Жәутіковтен келген, жаңағы мықты олимпиада физмат школасынан тереңдетіп оқып келген балалардың өзі, лицейлерден келген балалардың өзі қалмаған, сен қалай қалдың деп менен мамам сұрайды да, даже мамама ойлайтын осы жаңағы не істеп, мен айтамын, ол жаңағы адам, ол білім деген нәрсе, оны сен өзіңе тәртіп қойып алсаң, жүйелі түрде оқуды, жүйелі түрде қарауды, жаңағы бәрін кез-кезінде ретімен істеп отырсаң, алгоритммен, ол саған оқу, ол анадан, біреуден берілмейді, ол сенің өзіңнің жасап жатқан еңбегің, оны сені Құдай көреді да. Бірінші айтқанда, мен айтамын, Алла көреді ғой мен еңбектеніп жатқан. Соған сәйкес мен қалдым деймін да. Солай мысалы
6 жыл оқыдым, 6 жылда мен стипендиядан кеткен жоқпын. Былайша айтқанда миссиям деймін де, балаларға соны түсіндіру. Ол қалай? Жалпы кез келген бір есепті шығарып тұрғанда ол алгоритмге негізделеді. Бірінші мынаны орындайсың, келесі мынаны орындайсың. Мысалы қараңызшы, бірден бір нәрсені істеп жатқанда бірден ода нәтиже болмайды ғой, дұрыс па? Ол ақырын, ретімен, күнделікті дағдыға айналдыру арқылы ол саған нәтижесін береді. Мен соны айтамын да балаларға. Мысалы жаңа есепті шығарып тұрған кезде де, мысалы теңдеуді шешуді алайық, иә. Теңдеуді шешкен кезде бірден жауап шықпайды ғой. Бірінші не істейсің? Бірінші сандарды реттейсің. Айнымалыларды бір жаққа жинайсың, сандарды бір жаққа жинайсың. Сосын кейін не істейсің? Сандардың арасында амалдарды жасайсың, айнымалылардың арасында амалдарды жасайсың. Қандай амалдар беріліп тұр есептің шартында, иә? Өмірде де сондай ғой, задача саған қалай беріліп тұр, сен соны бірінші реттеп алуың керексің да, рет-ретімен қойып алу керексің. Сол кезде сенде барлығы жүйелі түрде. Жүйелі деген сөз ол жаңағы реттеп алу деген сөз. Барлық нәрсені реттеп, тепе-теңдігін қойып алу. Сосын тепе-теңдігін қойып алғаннан кейін сіз ары қарай не істейсіз? Сіз алгоритмге тағы негізделесіз. Сізге айнымалыны іздеу керек қой. Ол үшін сіз не істейсіз? Айнымалының алдындағы тұрған саннан құтылу керексің. Мен балаға солай айтамын да. Сол сияқты адамның өмірдегіде болып жатқан мәселелерден құтылу жолын іздейді. Мен айтамын, сізде мақсат X-ті іздеу, иә. Сіз алдыңыздағы тұрған мақсатқа жету үшін сіз соның алдындағы тұрған барлық кедергілерді алып тастаңыз. Сол сияқты адамда өмірде жүйелі түрде өзінің мақсатына жету үшін жүйелі түрде жұмыс жасап, тепе-теңдік ұстай отырып, жаңағы мақсатына жетеді. Солай біз X-ті табамыз. Бүкіл сандар алдындағы тұрған коэффициенттерден, сандардан, амалдардан бәріне құтылып, ең ақырында жаңағы белгілі алгоритм деп отырғанымыз жаңағы тәртіпке негізделе отырып X-ті тауып жауабын табамыз. Өмірде де солай. Кез келген нәрсені адам тепе-теңдікті ұстай отырып, иә, жаңағы бірден керемет болып кетпейді демей, ақырын еңбектеніп отырып, жасап отырып, реттеп отырып, бүкілін тепе-тең ұстап отыру арқылы өзінің мақсатына жетеді. Жалпы мұғалім жан-жақты болу керек деп ойлаймын да. Мысалы, тек математика деп қана қатып қалмай, мысалы, мұғалім жаңағы дебат дейміз ғой, ұшқыр ой алаңы, иә. Жаңағы балаларға соны да үйрету керек. Мысалы, тек қана мысалы оқушы айтады да, апай сіз жаңағыдай тек қана математиканы емес, сіз сонымен қоса химияны да білесіз, географияны да біліп жатасыз, тіпті биологияның да сұрақтарына кейде жауап беріп отырасыз. Өйткені ол неге мен жаңа айтады ғой, мен жалпы неге сабағымды жақсы оқыған, барлық пәнге былай бейім болғам. Бірақ ішінде ерекше математикаға көзім түсті. Бірақ ана нәрселерді мен ешқашан да ұмытпағам да. Егер де бір кез келген нәрсеге балаға сіз қосымша сол жаңағы химиясына қатысты да, биологиясына қатысты да бағыт бере алатын болсаң, бала тіпті сізге қарай еліктейді да. Мұғалім жан-жақты, демек мен де олай бола аламын ғой деген сияқты, балаға бір үлгі болу деген сияқты. Ресей Федерациясының Новосибирск қаласындағы Соболев атындағы үлкен жаңағы ғылыми математиканы зерттейтін институты бар. Сол жерде біз ғылыми тағылымдаманы өткенбіз. Соболевтың мынандай бір сөзі бар екен да, сол кезде ойланғанмен. Математика дейді, ол математикадағы сөйлеудің тілі дейді, оның жаңағы басқа тілдер сияқты ол сөйлеп жазылып көрсетілмейді ғой, бірақ оны сөйлету, оның яғни амалдарын сөйлету, символдарын сөйлету арқылы ол символдар, амалдары тілдік қызмет атқарады. Яғни ол жазылып тұрған амалдар, символдар, олар жай тұрған жоқ, олардың өзіндік жаңағы математиканы сөйлетудің тілі дейді. Соған қарап тұрып, оны сөйлете білу керек деген сияқты жаңа бір мақаласында мен бір не оқығанмын, шығармасынан бір сондай үзінді оқыдым да. Сол кезде мен ойланған едім, ол қалай сондай, қалай математиканы сөйлетуге болады, ол жай символ ғой деген сияқты. Кейінде сол мектепте келген кезде, мұғалім болып жүрген кезінде сол жаңағы ұғымды мен түсіне бастадым да. Негізі действительно математикадағы амалдарды, жаңағы символдарды сөйлете білу керек та. Бұның не екенін негізгі түпкі мағынасы қайда жатқан? Ол жай ғана бөлу емес, жай ғана қосу емес, жай ғана көбейту емес. Оның өзіндік өмірдегі жаңағы үлесі бар екендігін, оның жай ғана беріле салған зат емес екенін баланың ойына жаңа ұғындыруға маған осы бір ғылыми тағылымдамамдағы жинаған ақпараттарды былайша айтқанда жай ғана ол кезде оқып кеткенмін, бірақ кейінде ол маған өз көмегін тигізді да. Балалар маған айтады да, математика қиын абай дейді, қиын дейді да. Сосын мен балаларға айтқам, негізі математика қиын емес, өмір сүру қиынырақ. Сіз математикадан мәселелерді шешуге талпынып көресіз, иә. Шешілмесе, қажет болса есепті өшіріп тастайсыз, иә. Не болмаса, жаңа жауабына жетпесеңіз, тастай салсаңыз болады. Бірақ өмір одан да қиынырақ. Сіз алдыңызға келген мәселені шеше алмасаңыз, былайша айтқанда, өзіңізге келіп тірелген мәселені шеше алмайтын болсаңыз, сізге ол өзінің әсерін береді да. Мен айтамын да, математикадағы есептерді шығару арқылы қиындыққа алдыңа келген мәселені шешуге дағдыланасың. Ол саған дағды қалыптастырады.
сен бүгін бір есепті шығара алмай қалдың, оны өшіріп тастайсың, хорошо, құтыласың. Ал өмірде келген бір мәселеңді сен шеше алмасаң, ол саған өзіңе кері әсерін береді. Оданша сол мәселелерді шешуге дағды қалыптастыру үшін есеп шешуді үйрен деп айтамын. Есеп шешуді үйрен. Есеп шешуді үйренсең, бір мәселені шешудің әдісін үйренесің. Миыңда сондай қалыптасады, структура қалыптасады, құрылым қалыптасады. Сосын саған кез келген нәрсені сен жақсы қабылдайтын боласың, тез қабылдайтын боласың, және оның шешуін жақсы жолмен табуға үйренесің деп айтамын. Осы математикамен тікелей өмірдің байланысы осыда деп ойлаймын. Менің мақсатым осы мемлекетіміздің, Қазақстанның деп айтайықшы, менде мақсат осындай адал ұрпақ қалыптастыру. Табысты ұлт дейді ғой, табысты ұлт болу үшін біз қандай болуымыз керек? Адал ұрпақ қалыптастыруымыз керек. Ол қай жерден басталады? Ол менің үйімдегі балаларым және қоғамдағы балалар. Осы балаларды, былайша айтқанда, шыншыл, жанашылдыққа үйрене алатын, талап қоя білетін, өзіне мақсатқа жете алатын, ең басында бойында бір адалдық ұғымы болса екен деп ойлаймын да. Осы ұғымдар қалыптасқан оқушыларды қоғамға көптеп тәрбиелеу. Оқушының бойында қалғым келеді. Яғни менің осындай ұстазым болып еді, мен осы кісіден осындай жақсы нәрселерді үйреніп едім, соның арқасында осындай жетістіктерге жеттім деген бір оқушының бойында қалу менің мақсатым. Біздің мектептің 30 жылдық несі болды, мерейтойы болды. Сол кезде бәрімізге медаль тақты. Мен ол медальді бүгін тағып келген жоқпын. Өйткені ол маған бір темір ретінде қарастырамын мен оған. Оның бір аса бір міне жерінде жарқырап тұруы, мен оны маңызды деп ойламаймын. Ол менің мақсатым бастысы сапалы білім беру және сапалы білімді ұрпақ қалыптастыру. Сол мен үшін медаль. Мұғалімнің бағасын оқушы береді. Оқушы қалыптастырады. Мұғалімді негізі оқушы қалыптастырады. Мұғалімнің шығармашылық шыңдалуы, қанаты ұшуы, ол бәрі оқушыға байланысты. Егер де сіздің жасап жатқан жұмысыңыз үйге келіп, бүгінгі үйреткен тақырыбым балаларға 30 оқушыға бойына сіңімді болса, мен үшін содан рахаты жоқ. Мен сабағымды мазмұнды ете білсем, маған содан артық рахаты жоқ. Ертесінде мұғалім сіз күштісіз, сіз бәрінен де кереметсіз деп айтып жатқан оқушының алғысы мен үшін үлкен медаль. Жасап жатқан жұмысымның жақсы екенін содан түсінемін да, балалар мені іздейді, оқушылар мені іздейді. Ол кетіп қапты демейді. Керісінше қашан келеді екен, неге кетіп бара жатыр? Мен бүгінде мысалы болмайды ғой, сабағымды тастап кеттім да. Сол кезде жазып жатыр, неге болмады, неге? Ал негізінде математиканы көбін ата бермейді ғой. Келсіз бе? Көбін естейді, келмей қалса қуанатын еді да. Жоқ, оларда ондай болған жоқ. Керісінше, сонда сіз бүгін келмейсіз ба, неге болмайды деген сияқты жаңа сұрақтар келіп түсіп жатыр да. Ол мен бір күндікке, мен соған қуанамын. Маған сол жеткілікті.